Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып пісетін песочный самса рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Алдағы уақытта менің рецепттерімді қалдырмай көру үшін каналыма тіркелуді ұмытпаймыз достар. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, май, разрыхлитель, қопсытқыш, тұз, сметана, жұмыртқа, бір жұмыртқа, фарш және пияз. Енді біріншіден біз ұнымызға май қосып араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін қопсытқышымызды қосып және тұзымызды қосып араластырамыз. Қаймағымыз бен жұмыртқамызды қосып илеуге кірісеміз. Бір келкі етіп илеп болған соң ыдысқа начинкамызды дайындағанша қойып қоямыз. Сковородкаға майымызды құйып, пиязымызды ұсақтап турап, қызарғанша қуырып аламыз. Салқындаған соң фаршқа қосып, жақсылап араластырып, фаршқа тұз бен қара бұршымызды қосып, дәмі кіргенше араластырамыз. Нанымызды бір келкі етіп кесіп, мен 40 грамм кесіп алдым, домалақтап. Біреулеріңіз 30 граммнан алып кесіп алсаңыздар болады. Граммен өлшесеңіз, бәрі бір келкі болады. Осылай кесіп өзімізге ыңғайлап, жаямыз домалақтап. Домалақтап алғаннан кейін осылай жайып, ортасына начинкамызды салып, самсамызды жасауға кірісеміз. Әркім әрқандай формада жасауға болады. Мен осылай өріп жасадым. Үшбұрышты ғып жасасаңыздар да болады. Мінекей осылай өріп алдық. Бәрін осылай бір келкі етіп осылай самсамызды жасап болғаннан кейін әрқайсына жұмыртқаның сарысын жағып мақты сепсек болады, біреулеріміз күнжіт сепсек болады. Духовкаға 180 градуста 30 минутқа пісіреміз. Мінекей самсамыз дайын. Аз болсын достар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.